Армысыздар, Ирбис телекомпаниясы бейсенбі күнге келіп түскен жаңалықтарды ұсынады. Студияда Қасымхан Алдашев бүгін хабарымызда. 200-ден астам пәтер әкімдік мұқтаж отбасыларға қайталама нарықтан баспана сатып алады. Қай Қызылшада қант көп, Ресейде тамырлы жемістің қанша тоннасын зерттеуде. Коммуналшылар бұлақтармен алысуда, әзірге жеңіліс табуда. Вот берег укрепили, и деваться этим родникам некуда. И она вылазит из-под брусчатки. Павлодарда қазақ тілін меңгеру үшін электронды қосымша ойлап тапты. Тапқыр бол, есеп шығар. Форада саған жеңілдік бар. Тек қана қыркүйектің 6-сы мен 8 аралығында Фора техника дүкендерінде есеп шығарда. Смартфондар, теледидарлар, ноутбуктерді бөліп төлеп ал. Артық төлемсіз және арнайы жеңілдікте. Есеп шығарып Фора техника дүкендерінде өз жеңілдігіңді ал. Назарбаев даңғылы, Артур сауда үйі. Арматураланған газоблок 460 теңгеден, телефоны 78 32 32. Канцелярская планета дүкенінде мұқтаж адамдарға қол ұшын беру атты жыл сайынғы науқан басталды. Ескі арқа қоржының әкелде, 30% жеңілдікпен жаңасын ал. Сонымен қатар тамаша ұсыныс. Дайын мектеп жиынтықтары небәрі 4000 теңгеден. Бала бақшалар үшін жақсы жаңалық. Барлық топқа кеңсе тауарларды сатып алда сурет салу альбомдарын сыйлыққа ал. Одан басқа мектеп маусымы аралығында әр сатып алушыға 25% жеңілдік. Сондай-ақ сіз Apple iPad планшетін немесе 100 сыйлықтың ішінен бір жүлдені ұта аласыз. Канцелярская планета дүкені. Мектепке жазда дайындал. Жүргізушілерге киім сұнған Lamberti ерлер киім салоны. Елімізде бірыңғай тұрғын үй саясаты әзірленбек. Сондай-ақ енді азаматтар зейнетақы жинақтарын баспана алуға жұмсай алады. Тапсырма берілді, сұрақ жыл соңына дейін қарастырылады. Ал Павлодар қаласында келесі жылы 200-ден астам отбасы жергілікті бюджеттен баспанаға ие болады. Павлодар қаласы тұрғындарына әлеуметтік көмек барынша берілуде. 2019 жылдың 1 қыркүйегіне 2953 отбасы 944 миллион теңгеге атаулы әлеуметтік көмек алған. Сондай-ақ жеңілдік мөлшерлемесімен баспана алуға мүмкіндік беретін бақытты отбасы бағдарламасы іске қосылды. Шаһарда оған қатысуға 1 тамызға 364 адам өтініш білдірген. Также до конца года планируется... Жыл соңына дейін жалдамалы үйлерге кезекте тұрғандар есебін жасау үшін бірыңғай ұлттық жүйе құру жоспарлануда. Осы ретте қаржы бөлімі кезек ашық болу үшін сайттарға тізім ұсыну керек. Одан бөлек бос тұрған ғимараттар мен жер үйлерді қажетті азаматтарға беру үшін түгендеу керек. Келесі жылы жергілікті бюджет есебінен екінші деңгейлік 250 пәтер сатып алып, баспанаға мұқтаж жандарға беру жоспарлануда. Сондай-ақ зейнетақы жинақтарын тиімді пайдалану бойынша сұрақ қарастырылуда. Ондағы жиналған қаржы баспана білім алуға бағытталмақ. Бірақ жинақтағы қаражатты азаматтардың ешқайсысы қолға ала алмайды. О выдаче пенсионных накоплений. Зейнетақы жинағы баспана алуға, жалғыз пәтер несиесін өтеуге, білім алуға және медициналық көмек алуға бағытталады. Сұрақ үкіметте жыл соңына дейін қарастырылады, бірақ зейнетақы жинақтарын қолға алу мүмкін емес. Нормативті құқықтық актілер қабылданғаннан кейін азаматтар бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорына келіп өтініштер, құжаттар тапсырып, қолма-қол ақшасыз зейнетақы жинағы жіберіледі. Активке қатысушылар Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғашқы жолдауында елдің әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған барлық мәселелердің қарастырылғанын айтуда. Халықтың күткен барлық саяси болсын, әлеуметтік болсын, экономикалық болсын аспектілерінде жолдауда барлық сұрақтарға бір жауап алғандай болдық. Өздеріңіз білесіздер, кәсіпкерлерді келесі жылдан бастап 5%-ық зейнетақы төлемдері болады деп еді. Оны шегіндірді 3 жылға 23 жылдан бастап оған тағы да қайта оралып келіп арман қарай қарастырамыз деп. Сонымен қатар Қайрат Нүкенов жергілікті мәдениет саласы қызметкерлеріне жеткілікті көңіл бөлу керектігін айтты. Бұл ретте мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне жұмыстар жүргізіп, ұсыныс жасауды тапсырды. Самал Белгібаева, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Аймағымыздың шаруалары қант қызылшасының алғашқы егінін жинауда. 1 тоннадан аса өнім зерттеу жүргізу үшін көршілес Ресейге жеткізілмек. Дәнді дақылдардағы қанттылық деңгейі анықталады. Бизнес жаңалықтар хабарымыз жалғастырады. Бизнес жаңалықтарының демеушісі Forza сауда маркасы. Әр үйге жылулық пен қамқорлық. Қант қызылшасының тұқымдары өңіріміздің 10 шаруа қожалығына берілген болатын, оның 3-і мерзім мен технологияны сақтап қалды. Жалпы әр шаруа 1 гектар егістік еккен. Әр қайсысынан 120 центнер өнім болады деген болжам бар. Әзірге қант қызылшасын қолмен жинауда.
Корнеплоттың салмағы ол басқа мақсат емес. Мысалы, ол корнеплот өзі 600 грамм болса да, оның ішінде қанттың деңгейі 20-22-ден асатын болса, ол басқа свекладан, мысалы 1 килограммдық свекладан жоғары болса, ол құны да жоғары болады. Естеріңізге сала кетейін, аймағымызда жалпы қант қызылшасының 8 сорты егілген. Қазір 4 шаруа қожалығында жиналған сұрыптардың әрқайсысынан 40 келіден алынып, Ресейге зерттеуге жіберілмек. Алтай өлкесінде олардың қанттылық деңгейін анықтайды. Уже последняя стадия, скажем. Қазір бізде соңғы кезең, енді оны Черемнев қант зауытына апарамыз. Ол жерде қызылшадағы қанттың мөлшері анықталатын болады. Артынан ең оңтайлы сорты анықталып егілетін болады. Сонымен қатар Павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация өкілдерінің айтуынша 2022 жылы металлургтер қаласында пайда болатын қант зауытының жобалық сметалық құжаттамасы әзірлену үстінде. Өндіріс ашылғанша ақсулық шаруаларға қант қызылшасын егу үшін 10 000 гектар жер телімін беру жоспарлануда. Қасымхан Алдашев, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. 4400 тенге. 4400 тенге продала номер 33. Аукционға 25 жер телімі қойылды. Кейбір лоттар үшін күрес қызу болды. Екінші Павлодардағы өндірістік аймақтың аумағы шамамен 700 000 теңгеге сатылды. Мәлімделген сомадан 7 есе қымбат. Өндіріс базасының құрылысы жоспарлануда. Саудаға қатысушылардың басым бөлігінің басты мақсаты 3 үлес болды. Негізгі саудалар 3 лот бойынша Елгин 23 дүкені немесе коммерциялық нысанды пайдалану. Екінші нысан 1 мамыр көшесінде павильондарды орналастыру және қызмет көрсету. Үшінші нысан оны бірінші рет қойып отырған жоқпыз. Бұл Сарыарқа ауданы, Павлов-Щекин ауданы. Онда қатысушылардың басым бөлігі болады. Елгин 23 көшесіндегі аумақты 4 000 теңгеге сатып алған. Павлов-Щекин көшесіндегі участка 126 000 теңге. Сатулардың шарықтау шегі асыл нарығы маңында. Гүл павильонының тұрғызу лотының уақытша иелерін табу болды. Қатысушылар артқа шегінбеді. Баға 5 000-нан бірнеше есе өсті. 383 900, 383 900, 383 900, продано номер 56. Сауда аяқталғаннан кейін бәсекелестер біраз келіспей қалды. Мәселені аукционнан тыс шешуді жөн санады. Бірақ уақытымен ойланды. Бизнестің біраз жекені жұқартатыны сөзсіз. Самал Белгібаев, Артем Буланов, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі Forza сауда маркасы. Әр үйге жылулық пен қамқорлық. Forza жылыту радиаторлары жылыту жүйелерінің ерекшеліктерін ескере отырып, ең жаңа итальяндық технологиялары бойынша жасалынған. Бұл үлгілер үйдегі тамаша жағдай туғызып, бөлменің ішкі көрінісіне қайталанбас стильмен бірегейлік береді. Forza бұл кепілденген сапа, ұлғайтылған жылу бергіштік, пайдалану мерзімінің ұзақтығы. Forza жылыту радиаторлары мамандандырылған дүкендерден сұраңыздар. Бүгін Ертіске 17,5 мың тұқы шабақтары жіберілді. Бұл тек бір балық шаруашылығынан. Барлық жалға алушылар табиғи ресурстардың орнын толтыру қажет. Шара жоспарлы. Мичурин ауылы маңындағы Ертіс шығанағына балықты бірнеше жыл бойы Қарағандыдан әкеледі. Шараны сарапшылар тобы бақылауда. Суат кәсіптік балық шаруашылығына тиесілі, олардың өздері шабақтарды сатып алуда. В настоящее время у нас 22 водоема в аренде. Қазір бізде жалға берілетін 22 суат бар. Осындай акциялар солардың барлығына жүргізіледі. Қазір біз 17 500 тұқы шабағын жіберіп жатырмыз. Былтыр 9 500 болған. Мамандардың айтуынша суда балық өніп өсе алады. Бірақ ірі көлемде балық ауланатын осындай шығанақтарда аталмыш тұқының өзі уылдырық шашып үлгермейді. Шабақтардың барлығы бірдей жерсінбейді. Часть осядет здесь, конечно же, прямо. Әрине бір бөлігі осы жерде қалады. Басым бөлігі Ертіске кетеді. 20-30%-інде тірі қалу мүмкіндігі бар. Бір шабақтың салмағы 30 грамм. Қазір өніп өсетін ең қолайлы уақыт дейді мамандар. Қыс бойы тұқылар ұлғайып, көктемге қарай жарты келіге дейін жетеді. Қасымхан Алдашев, Артем Клеван, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Шетелдік аналитиктердің пікірінше ең арзан туризм ол Қазақстанда екен. Сондай-ақ кей адамдардың сақтығы кері әсер тигізуі мүмкін. Олай деуіміздің себебі мынада. Желі қолданушыларының бірі жедел жәрдем көлігінің ереже бұзуын көрсеткен. Ал дүйім жұрт оны лезде сынап тастады. Толығырақ біздің дәстүрлі шолуымызда. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жания жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған.
The Travel and Tourism беделді рейтингісінде Қазақстан туристерге қолжетімді баға ұсыну бойынша 4-ші орынға табан тіреді. Айта кететіні, бұл жерде қонақ үйлердің, көлік жанармайының бағасы және мәдени көрікті орындары ескерілген. Ең қызығы, 1-ші орынға Иран жайғасқан. Біздің қонақ жайлығымызды Другая жизнь YouTube каналының блогері де бағалады. Екатеринбург қаласынан келген отбасының бүкіл әлемді шарлағанына 1 жыл толған. Қонақтар Қазақстанда 1 апта тұрақтаған. Өзге елдің азаматтарын біздің сол баяғы қонақ жайлығымыз жібермеген. Ал Ирбис телекомпаниясының ресми аккаунтында әлеуметтік желіде қамауда отырғандарды азаптау бойынша жаңалықты белсенді талқылауда. Нәтижесінде 14 адамға 5-тен 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы беріліп, офицерлік атақтарынан айырылды. Өкінішке орай көбісі органға түсіп жердің иесі болып кетеді. Енді түрмеде өздері көрешегін көрсін. Павлодардың әуесқой автомобильшілері қоғамдастығына қолданушы бейне салған. Онда жедел жәрдем көлігі жолдағы кедергіні айналып өткен. Ол нені бұзды? Тұтас жол емес, жаяу жүргіншілер жоқ, басқа істейтіндер жоқ па? Жедел жәрдемді кешіруге болады, ауырды сілкініп апармас үшін жасады. Бұрылу белгісін қосып өтіп кетуге болады, ереже рұқсат береді. Қазір мұрныңды шұқу да қауіпті. Павлодарлық мына жігіттің ютубтағы каналы Лимон деп аталады. Ол біраз адамға көмектесті. Ол қаңылтыр бөтелкелерді жинағаннан бейнеге түсірген, қаламыздың көшелерін тазалады. Сосын темір қабылдайтын пунктке барып, оны тапсырды. За килограмм банок платят 150 тенге или 25 рублей. Ол барлық тапқан ақшасын үйсіз адамдарға азық-түлік әперуге жұмсаған. Біздің қаламызда олардың саны көп болып шықты. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жанұя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Жанұя жиһаз салоны 40%-ға дейін жеңілдіктер жариялайды. Ресей және Украина көшбасшы өндірушілерден, премиум топтағы үлгілерден бастап, кербез функционалды нұсқаларға дейінгі жатын бөлмелер, кіреберіс, балалар бөлмелері мен жұмсақ бұрыштық дивандардың мол таңдауы. Салондағы ұсынылған жиһаздың әртүрлі үлгілер қатары кез келген бөлменің ішкі көрінісіне тамаша үйлеседі. Жанұя жиһаз салоны Павлодар қаласы Академик Сатпаев көшесі 253 бөлшек 1 және Пахомов көшесі 114. Қала тұрғындары орталық жағажайда жер астынан аққан суды камераға түсіріп алды. Оқиға орнына келген коммуналшылар ақауды жоюға кірісті. Жұмыс барысында су қайдан шыққанын түсіндірді. Вот это центральная набережная. Вода бежит здесь вот уже год. Весной чуть-чуть подделали. Все, хватило на 2 недели. Бүгінде коммуналшылар судың шыққан жерін жауып тастады. Айтуларынша бұл бұлақтың суы. Орталық жағажай құрылысы басталмай тұрып, бұл жерде бірнеше бұлақ көзі болыпты. Эта ситуация уже сложилась. Бұл бұрыннан белгілі жағдай. Балалық шағымда бұл жерде бұлақ болған, кейін жағажайдың құрылысы аяқталғаннан кейін оның суы осылай шығып отырады. Көктемде дәл осы жерді біз жөндедік. Бұлақ болған бұл жерде бұлақтар қазір ағып жатыр. Соның көзі міне шығып тұр. Енді қазіргі уақытта сол жерге тұрба салып, мына суды жіберіп жатырмыз төмен қарай. Су тек кеспе тастарды біраз зақымдады. Коммуналшылар оларды қалпына келтіруде. Орталық жағажайда бұлақтың 2 көзі бар дейді мамандар. Оларды құбыр арқылы өзенге қосады. Айтмұхамбет Тайғожа, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Ломов 60 мекенжайы ауласында да су атқылады. Павлодарлықтар ыстық су мен жалпы судың қысымы жоқ деп шағымдануда. Ал 34-ші мектепке жақын үйлер құрылыс балаларға қауіпті деп алаңдауда. Мобилді қосымшада толығырақ. Мобилді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды. Четвертая школа. На стадионе начали строить общежитие. По плитам лазят дети. Ничего не загорожено. Материал завезен и везде бардак. Гагарина, 24. 4-й месяц, мая месяца нету горячей воды. Когда дадут горячую воду? Надоело уже. 3 детей купать, подогревать воду. Возможности нет купить тена, водонагревателя. Тем более сейчас уже похолодало. Дома холодно, ни горячей воды.
Ал бұл Торайғыров 63 мекен жайындағы көп қабатты үйдегі судың қысымы. Вот, выключили, включили на все. Это вот весь напор, что есть. Когда позволите нам мыться, стираться. Выключили, включили. Задний двор Пахомова 70/1, двор Ломова 60, речка. Прямо на асфальте у нас фонтанчики. Бьет ключевая вода, прохладненькая. Кутузова 48. Проваливается дом. Первый подъезд. Туда не зайти уже в подвал. Двери это самое заблокированы, полно воды. Значит, и в подвале там полное. Вот сейчас земля туда уйдет под низ. Что делать нам? Дом проваливается, никто не делает. Водоканал ничего не делал. Ломова 52. Между вторым и третьим подъездом разбитый люк. Многократное обращение в КСК и в организацию водоканал к успеху не привели. Прошу принять меры. Мобилді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды. Мега жеңілдіктер, мега таңдау, мега жиһаз. Заманауи қонақ жай бөлмелер, мега жайлы жатын бөлмелер, керемет түскі ас зоналары. Ресей мен Беларусь фабрикаларына мега үлкен таңдау. Классика үлгілерін ұнататындар үшін әдемі нұсқалар. Ықшамды модерн, мега заманауи интерьер үшін кез келген талғамға сай келетін жиһаздардың алуан түрлері. Мега сауда үйі сіздерді жаңа түсімге шақырады. Мега жойқын. Қала әкімшілігі тұрғындарды жаппай сенбілікке шақыруда. Демалыс күндері таза қала науқаны жалғасын таппақ. Бүгінде тұрғын үй инспекциясының мамандары Павлодардың қай аумақтары тазаратыны туралы айтты. Осы демалыс күндері Естай, Толстой, Катаев және Қандин көшелеріндегі үй тұрғындары сенбілікке шықпақ. Барлық бек өкілдері тазалық жұмыстарына дайын. Олар шағын ойын формаларын қалпына келтіреді. Бүгінде құрал жабдықтарды беру бойынша өтініштер қабылдануда. Также призываем жителей принять активное участие в данном. Қала тұрғындарын науқанға белсенді қатысуға шақырамыз. Бұл біздің ортақ міндетіміз. Шара барысында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мердігерлік ұйымдары шөп шабу және ағаш бұтақтарын кесумен айналысады. Бүгінде бұл көшелерде орналасқан 18 пиктің 9-ы өтініш жолдады. Оларға 300 келі бояу мен 20 келі әктас таратылды. Айтмұхамбет Айғожа, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Потанин атындағы Павлодар облыстық музейінде тамыры терең туған жер көрмесінің кезекті ашылуы өтті. Бұл жолы дүйім жұрт Май ауданының киелі орындарымен, археологиялық ескерткіштерімен және мәдениетімен танысты. Ал экспозицияға қордағы ең құнды 150 артефакт әкелінген. 2400-ге жуық құнды жәдігердің арасынан іріктеліп алынған бұл экспонаттар Май ауданының тарихын айшықтайды. Бұл жерде атадан балаға асыл мұра болған жылқының сауыт сайманы, күмістен жасалған тартпа мен қамшылар сынылған. Сондай-ақ аудан дамуына елеулі үлес қосқан азаматтардың жеке заттары қойылған. Тыл еңбеккерлері бұл көрмеде, сосын кейін біздің мал шаруашылығы жақсы дамығандықтан мал шаруашылығына қосқан елеулі үлестері бар. Ақсақалдарымыздың суреттері бар, мұнда заттары бар, мұнда біздің мәдениетіміз бар, құрметті азаматтары бар, академиктер бар, біздің сол кісілердің заттары бар мұнда. Сонымен қатар атаңызға айналған философ Ақбал Қазірет және халық қамын ойлаған, ел намысын қорғаған асыл азамат Бәкі Басарұлы жайлы мұрағаттық материалдар ұсынылған. Айта кетейік, қалалықтар көрмені бір ай көлемінде тамашалай алады. Бекбол Мырзахан, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Бүгін қаламызда Қазақстан халқы тілдерінің 21-ші республикалық фестивалі өтті. Тіл рухани жаңғыру тетігі атты облыстық шарасында көпшілікке тілдік жобалар мен арнайы қосымшалар ұсынылды.
Ел көлемінде атап өтілген тілдер мерекесі қазақ ұлтының рухани көсемі, әдебиеттану ғылымының, тіл білімінің атасы Ахмет Байтұрсынұлының дүниеге келген күніне сәйкестендірілген. Осыған орай қазақ тілінің дамуына елеулі үлес қосқан ұстаздар мен білікті мамандар марапатқа ие болды. Мемлекеттік тілдің дамуы өз мәртебесіне лайық орын алуы өте маңызды. Мемлекеттік мәні зор мәселе. Мемлекеттік тілді қастерлеп үйрену Қазақстанның әр азаматының парызы. Қазіргі таңда қазақ тілін дамытуға арналған түрлі жобалар қарастырылуда. Тіпті ғалымдар тарапынан оңтайлы ұсыныстар түскен. Шенеуніктер бірқатар тілдік шаралардың өткенін және алда жаңа жобаларды таныстыратындарын айтты. Осы алаңымызда тіл шаһары деген ауылымыз бар. Сол ауылда тұрған біздің тілдік жобаларымыз, 4 жобамыз болған тілдік. Оның бәрі республикалық рухани жаңғыру бағдарлама аясында республикалық тізімге енгізілген болатын. Ол тіл керуені, тіл сәулесі, тілдік келісім және отбасымен 3 тілді үйренейік деген тілдер жобасы. Дүбірлі шараның практикалық бөлімінде көпшілікке латын қарпі негізінде қазақ тілін оқытатын ана тілі мобильді қосымшасы таныстырылды. Оны Play Market және App Store қосымшаларынан жүктеуге болады. Әртүрлі шараларымыз болу керек. Соның ішінде мына мобильді қосымшамыз арқылы латын қарпін тез арада меңгеруге мүмкіндік болды. Яғни дағды қалыптасады. Қазіргі практикалық сабағымды осы тұрғыдан өткізетін боламын. Жаңа технологияларды қалай қолданамыз? Қандай бір, бәлкім біреуде тағы да бір ой бар шығар. Сондықтан бір дәстүрден тыс болып тұр мына фестиваліміз. Практикалық, креативтік, мобильдік тұрғыдан өткізейік деген шара. Шара соңы концертке ұласты. Көрермендер үшін түрлі этнос өкілдері өнер көрсетті. Айта кету керек, республикалық фестиваль аясында облыста және аудандарда 150-ге жуық шара өткізілген. Бекбол Мырзахан, Серік Қонақбаев, Елбес телекомпаниясы. Арланды ірі есеппен жеңген мұнайшы келесі матчта Барыстан ұтылды. Ел кубогының топтық кезеңінде елордалық ұжым павлодарлықтарды 6-1 есебімен тас талқанын шығарды. Георгий Обухов жалғыз соғылған шайбаның авторы, Алдаспор жаңалықтары. Спорт жаңалықтарының демеушісі Ламберти ерлер киім дүкені. Павлодар клубының жастары Қазақстан кубогының іріктеу кезеңінде жеңілсіз келеді. Волейболшыларымыз Қызылордада Қайсар және жарыс қожайындары Алтай 2-ні қапы қалдырған. Бұл уақытта жасөспірімдер командасы Нұр-Сұлтан қаласында жеңіске жетті. Бұл 12 жасар волейболшыларымыздың ірі додаларға алғашқы аяқ басуы. Қазақстан Федерациясы жас критерийлерін қарастырып жаңа топты қосты. Енді ең кішілері 2007 жылғылар. Поэтому этот турнирчик нам очень нужен. Аталмыш жарыс біз үшін аса маңызды. Елордаға бардық, онда 5 команда болды, 2 айналым ойнадық. Алғашқы айналымда павлодарлықтар жеңісті серияларын тойлады. Біздің волейболшылар Нұр-Сұлтан, Петропавл, Ақмола облысы және Екібастұз қаласының өкілдерін артта қалдырды. Елордалық спортшылармен өткен кездесу финалдағыдай өрбіді. 2 партиядан кейін паркет қожайындары 3-1 есебімен ұтты. Это не важно было, наша главная задача. Біздің міндетіміз жаңа құраманы ойнату. Матчтардан кейін бірден қателікпен жұмыс жасаймыз. Қазан айында бұл жас аралығындағы ойыншылар Қазақстан чемпионатында аттанбақ. 2007 жылға дейінгілер жас тобындағы жарысты Нұр-Сұлтан қаласы қабылдамақ. Алғашқы партиялар қазан айына жоспарланған. Жарысқа жалпы 15 құрама қатысуға ниет білдірді. Ертіс спорт мектебінің тәрбиеленушілері Қазақстанның 2 дүркін чемпион атанды. Тараз қаласында жас аяқтаушылар үздік атақтарын қайта дәлелдеді. Топтық кезеңде павлодарлықтар ешкімнен жеңілмеді. Алғашқы матчта олар елордалықтармен кездесіп 1-1 есебімен тең түсті. Кейін жерлестеріміз Таразды артта қалдырды. Қорытынды матчта Ертіс қарағандылықтардың қақпасына 3 жауапсыз доп соқты. Өткен жылы біз 2 ғана гол жіберіп алдық. Биыл одан көп соғылды. Командалардың деңгейі өсуде. Астана мен Таразға қарсы қиын матч өткіздік. 7 ұпай еншілеген павлодарлықтар топтық кезеңнен финалға шықты. Онда өткен жылғы қарсыласпен кездесті. Вице-чемпиондық ұжым Талдықорған пенальтиден есеп ашты. Кейін Ертіс Таразы басын теңестірді. Жеңімпаз 11 метрлік айыппұлда белгілі болды. Немного, конечно, в шоке был. Кішігірім қорқыныш сезімі болды. 2 допты қайтара алдым. Бізде қақпашылық дағды болу қажет. Олсыз жеңіліп қалушы едік. Такое тоже предвзятое к нам отношение. Ойын бойынша барлығы керемет өнер көрсетті. Міндетті 100% орындады. Психологиялық тұрғыдан кішігірім мәселе туындады. Бұған қарамастан біз жеңіске жеттік. Қақпашы аса шеберлік танытып, Ертіс 3-1 есебімен чемпиондар. Қола медаль Тараз өкілдеріне бұйырды. Жарысқа жалпы 8 құрама қатысты.
100-ден аса зияткер Батыс Қазақстан облысында өткен дәрежесі жоғары жарыста сынға түсті. Алакөлде тоғызқұмалақтан халықаралық дода жеңімпаздар анықталды. Биыл аймақ құрамасы ортақ командалық екінші орын еншіледі. Биыл бұл доданың мәртебесі жоғары дейді бапкерлер. Әр аймақтан жиналған 10 команда үздікті анықтады. Павлодар облысының құрамасы федерация кубогіне 10 зияткерін апарды. Жекесінде Мадина Караколованың өнері ерекше бағаланды. Бәсекелестер әрине мықты болды. Бұнда әйелдер арасында 3 халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері болды. Спорт шебері 10-нан аса, және де қалғандары спорт шеберінің үміткерлерінің бірінші санаттағы спортшылар. Алакөлдің жарысында өз-өзін жақсы көрсетті, бірақ көбі жақсы ойнады, жақсы. Енді Мадина Караколова деген бізді спорт шебері екінші орын алды. Соңынан кейін анда сила қақшалы болды. Павлодарлықтарға басты қарсыластар танытқандар қызылордалықтар. Сондай-ақ Түркістан мен жарыс қожайындары болды. Ортақ командалық есеп бойынша жерлестеріміз екінші орын алды. Қазір зияткерлердің барлығы алдағы жарыстарға дайындалуда. Ұлттық ойындар шеберлерінің басым бөлігі республикалық сайыстарға аттанбақ. Ал спорт жаңалықтарының демеушісі Ламберти ерлер киім дүкені 4-8 қыркүйек аралығында барлық тауарларға жеңілдіктер сыйлайды. Бүгінге осы аман сау болыңыздар. Спорт жаңалықтарының демеушісі Ламберти ерлер киім дүкені. Жаңа оқу жылмен Ламберти салоны тамаша жеңілдіктер сыйлайды. Барлық сатып алушыларға, оқушылар мен студенттерге керемет ұсыныс. Сыйлық бағалар мен стильді киімдер. Қыркүйектің 6-сына арналған ауа райы мәліметі. Сіздермен бірге Анель Жакина, армысыздар. Алматыда жаңбыр жауады +17 градус. Көкшетау қаласында жаңбыр сіркірейді +13 градус. Петропавлда көшпелі бұлт 16 градус 0-ден жоғары. Омбы, Новосібір шаһарларында күн бұлтты +18 градус. Барнауыл қаласында +21 жайма шуақты күн күтілуде. Өскемен, Семей қалаларында күн күркіреп жаңбыр сіркірейді +24 градус. Қарағанды, Нұр-Сұлтан қалаларында көшпелі бұлт жаңбыр жауады 15 градус 0-ден жоғары. Қазгидромет орталығының мамандары Павлодарда жауын-шашынсыз. Ауа температурасы күндіз +18, түнде +6 градус болатынын болжайды. Айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай, аман сау болайық. Асыл әкеміз Кушкеев Ескендір Бердіғұлұлының 40-ына арналып Құран бағышталып, 2019 жылғы 7 қыркүйек күні сағат 12:00-де Есенәлиев көшесі бір мекен жайындағы Әлия кафесінде ас беріледі.